Қолдан ұшқан бақытым. Мен 1988 жылы Қарақалпақстан жерінде шағын отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда әке-шешем, әпкем және менен кейінгі сіңліммен 5 жан едік. Әкем өте момын, 5 саусағынан өнер тамған ұста болатын. Қақ соқпен шаруасы жоқ. Өз жұмысын істеп, демалыстарда ащы судан ұрттап қойып, ешкімге зиянын тигізбей, өзімен өзі жүре беретін. Ал анам керісінше долы мінезді, адуын кісі. Осы мінезіне сай анам әу бастан-ақ отбасымызда матриархатты орнатқан екен. Әкем тек табыс тауып әкеледі, ал анам оны жаратып, отбасылық мәселелердің барлығын ақылдаса келе өзі шешім қабылдайтын. Тұрмыстық жағдайымыз төмендеу болатын, жалғыз табыс табатын әкем еді. Ал анам ешқашан жұмыс істеп көрмеген. Мектеп бітіре салысымен-ақ әкеме тұрмысқа шығып кеткен. Содан бері үй шаруасын жасап, бізді дүниеге әкеліп, бағып-қағып өсіріп отырған. Тек арасындағы әйтеуір тігіс тігіп, аздап тиын-тебен табатыны бар еді. Анамның жолын қуып, әпкем де мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Әпкемнен кейін ізінше мен де мектепті бітірдім. Отбасымыздың тұрмыстық жағдайына қарап, жоғары білім алу жайлы сөз де қозғамадым. Анам болса, байға тей, болмаса жұмыс деп, ақша тап деп мені көкөніс сататын базарға бір құрбысының жанына көмекші етіп жіберді. Сөйтіп ересек өмірге қадам баса салып ақ ауыр еңбекке жегілдім. Күнде әте шақырғанда оянып, бетімді шала-шарпы жуып, бір кесе шай ішсем, ішпесем түске қарай жұмыста бірақ ішетінмін. Бара салып қап-қап жеміспен картоп, пиязы сорттап, пакеттерге саламын. Шірік-мірігін қоқысқа жібересің. Укроп, петрушка секілді көктерді біркелкі болмай етіп, жіппен орап, сатылымға шығарасын. Осылай таңертеңнен қара кешке дейін суық складта салпаңдап жүресің де қоясың. Әкем секілді мен де бар тапқанымды шашауын шығармай үйге әкеліп, анамның алақанына салатынмын. Сөйтіп, 2005 жылы туған туыс ауылдастарымыз Қазақстанға үдере көше бастады. Ойбай елге қоныс аударып, келіп жатқан оралман қазақтарға қомақты түрде қаражат беріп, квота бөліп, азаматтық беріп жатыр екен. Ол жақта тұрмыс жағдай жақсы екен. Барып, бар жағдайыңды жасап аласың деп айтып жатқан соң, анамның құлағы елеңдеп, әй қожабай, үйді сатуға қоямыз. Ар жақ бер жағыңды жинай бер. Мен құжаттарымызды реттестірейін деп әкеме бұйрықты берді де, өзі шұғыл іске кірісіп кетпек болып ауданға кетті. Қазақстанға көшетімізге сіңілім екеуміз де қатты қуандық. Ол жаққа елге барсақ бүкіл өміріміз өзгеріп, болашағымыз жарық болатын секілді. Іштей көкірегімді керемет бір сезім кернеді. Әкем мен сіңілім үшеуміз 3 бөлмелі кішкентай үйіміздің айналасын жинастырып, қажет деген дүниелерімізді буып түйе бастадық. Алайда сатылымға қойған үйіміз тез арада сұраған бағамызға өте қоймады. Әкем анама, бәтес, үйді сатуға асықпайық та кім біледі, ертеңгі күні ол жаққа барғанда бізді құшақ жая қарсы алып, қолымызға үй алыңдар деп қомақты ақша ұстата қоятындарына аса сенімді емеспіз. Екі ортада үйсіз-күйсіз қаңғырып қалмаймыз ба деп сенімсіз түрмен қарап еді анам. Әй қойш, сен де бір мүләйімси бермей, жұртпен бірге көреміз де осылай отыра береміз бе? Анау Күләйша кеткелі 3 ай болды емес пе? Квотасын алып сол жақтан жер алыпты. Енді артынан ұлдары барып үлкен үй сап жатыр екен. Ортаншы баласы машина алып такси болып жұмыс істеп жүр екен. Келіні сол жаққа барып босанған екен. Тәп-тәуір жүргек пұлмен ай сайын пособиясын алып отыр екен. Мына қыздардың да болашағын ойлайық та мұнда өзбекке құл болғанша. Сонда барып өз елімізде сұлтандай болып өмір сүрмейміз бе? Болды, үй сатылмаса да құлыптап кете береміз. Сол жақтан пәтер жалдап тұра тұрамыз. Кейін клиент болса үйді сатып жер аламыз. Квота алып, бізде үлкен үй тұрғызып аламыз деп кесіп айтты. Анам осыны айтып жатқанда бетіне қан жүгіріп, құдды бір сонда барып барлығын жайғастырып қойғандай еді. Әкем басын қасылап отырды да, қой, олай болса мен ұстаханадағы заттарымды жинастырайын деп орнынан тұрып сарай жаққа қарай беттеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін нағашы жұртымызға еріп, буынып-түйініп бізде Қазақстанға қоныс аударып келдік. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты үлкен селоға келіп, нағашы тәтеміздің отбасымен бірге иесіз шағын үйді жалдап жайғасып алдық. Мұнда бір жақтан көшіп келгендер көп екен. Өзімді Алматыға емес, Қарақалпақстандағы басқа бір ауылға келгендей сезіндім. Нағашы тәтем мен атанам күнде құжаттарын жөндеу үшін, азаматтықпен квота алу үшін құжат тапсырамыз деп анда да мұнда да кетеді. Ал сіңілім осындағы жергілікті мектепке барады. Мен де қарап отырмайын деп жан-жағымда айнала шолып қарай бастадым.
бір жұмыс тауып алсам екен деп, өзіміз секілді көрші оралман қыз-келіншектермен танысып, сұраса бастадым. Сөйтіп, 2 жеті өткеннен кейін сондағы жергілікті жағдайы жақсы бір отбасына үй тазалаушы болып жұмысқа жалдандым. Жұмыс беруші келіншек Мадина маған: «Жансая, сендер жақтан келгендер үй тіршілігіне пысық болады екен. Сенің алдында істеген жас келіншек те үй тіршілігімен қара жұмыстан қашпайтын, өте пысық еді. Бар шаруаны жылдам әрі тыңғылықты орындайтын. Аяғы ауырлаған соң амалсыз кетуіне тура келді. Сен де сондай өзісіңе адал, пысық болады деген үмітпен жұмысқа алып жатырмын. Мені жерге қаратпа» деп күліп қойды да жұмысқа алды. Жап-жақсы айлық беруге уәде етті. Содан анам айтып едім, анам қарсы болмады, керісінше қуанып кетті. «Жансая, квота алғанша жұмыс істегенің жақсы. Құжат жөндеуге де біраз қаражат қажет болады. Істей бер» деді де артынан: «Сүмірейіп жүре бермей жан-жағыңа қарай жүр. Жергілікті отбасында жұмыс істейтін болсаң, солардың таныс туыстарына көз қырыңды сала жүр. Болашағыңды ойла. Тек осы жердің жігітіне, жағдайы тәуір отбасына тұрмысқа шығуға тырыс» деп нақтылап тұрып айтты. Мен шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жайлы көп ойлай бермейтінмін. Өйткені әпкеме қарайтынмын да, бұлай күйеуге шыққанша шықпағаным дұрыс-ау деп ойланып қалатынмын. Әпкем бақытсыз еді, жездем көп ішетін. Ішіп алғанда әпкемді еш себепсіз ұрады екен. 2 рет беті көгеріп баласымен жылап келгенде анам: «Өзің байсырап тиіп алған күйеуің, сендерді мен қосқан жоқпын, шыдайсың енді» деп қайтарып жіберген. Сонда әпкеме қатты жаным ашып жылап едім. Содан бері ер адамдардың барлығы жездем секілді көрінетін. Мектеп қабырғасында жүргенімде мінезім бұйығы болып өстім, бірақ өте реңдедім. Сыныптағы ұлдардың көпшілігі дос болайық деп сөз салғандарында қашатымын. Өйткені отбасылық жағдайымыздың төмендігінен қысылатымын. Бірең-сараң ғана достарым бар еді. Соның бірі Айсара атты жалғыз құрбым болатын. Сонымен ғана сырласатынмын. Ол да болса ауылда қалып қойды. Сөйтіп келгенімізге 2 аптаға жуықтаған уақытта Мадинаның үйіне үй қызметшісі болып жұмысқа шықтым. Аптасына 3 рет барып, 2 қабатты үйдің жылан жылағанда етіп тазалап кететінмін. Мадина орталықтағы базарда 2-3 дүңгіршегі бар. Шетелден әйелдер киім-кешегін әкеліп сататын. Жолдасы қалада банкте бір бөлімнің басқарушысы екен. Үлкен қызы студент, одан кейінгі ұлы жоғары сыныпта оқитын. Ал кенже қыздары балабақшаға баратын. Кейде Мадина осы кенже қызын бақшадан алып келші, қосымша ақыңды төлеймін деген соң, қолы тимей жатқан кездерінде алып келіп, ол келгенше ұлы екеуіне кешкі астарын беріп қарап отыратынмын. Әрине, мұным үшін қосымша ақы төлейтін. Сөйтіп көлігімен үйге дейін жеткізіп салатын. Біздің жалғалған үйіміз Мадинаның үйіне алыс емес, бір ауылда көшенің бас жағында болатын. Бір күні әдеттегідей жұмыстан шығып, көшенің бойында жаяу келе жатыр едім. Жаныма әдемі көлік мінген бір жігіт тоқтай қалып: «Қарындас, жаяулатып қайда барасыз? Отырыңыз, баратын жеріңізге жеткізіп салайын» деді. Еңкейіп қарасам, өте келісті, жүзі жылы жігіт екен. Әдетте өте сақ едім. Қырындаған бейтаныс жігіттерге қабағымды түйіп жандарынан өте шығатынмын. Ал мына жігітке өйте алмадым. Жымия қарап отырған жігіттің көлігіне қалай отырғанымды да білмеймін. Белгісіз бір күштің әсерімен алдыңғы орындыққа жанына жайғастым. Отыра салбақ танысып алдық. Бұл жігіттің есімі Серік екен. Осы ауылда туып өскен ұлы жүздің жігіті. Қалада Алматыда жұмыс істеп, сонда пәтерде тұрады екен. Мұнда ата-анасына келіп тұрады. Ол мені үйге дейін апарып салайын деп өтінген соң келістім. Өзім де аздап шаршап тұр едім. Жеткізіп салғанына қуанып қалдым. Сөйтіп, екеуміз жол бойы танысып, әңгімелесіп келдік. Үйге жеткен соң Жаник дос болып кездесіп әңгімелесіп тұрсақ, қалай қарайсың дегенде қызарақтап ұяла келістім. Мені Жаникте беркелетті сөйлегені қатты ұнап қалды. Бала кезімнен ата-анамнан жылы сөзді көп ести бермейтіндіктен бе жүрегім елжіреп қалды. Сөйтіп Мадинаның үйіне барған сайын көшеде жан-жағыма алаңдап Серікті іздейтін болдым. Серік Мадинаның үйінен 4 үй ғана ары тұрады екен, бірақ қанша көргім келгенмен Серік көзіме түспеді. Ол кездері ұялы телефон деген енді ғана шығып жатқан. Сонда да оны қолы жететіндер ұстайтын.